Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Әсем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен қызыл ірімшік қосылған бауырсақ пісіремін. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамырымызға керекті заттардың барлығы төменде жазылған. Ыдысқа жылы суды құямыз, жылы сүтті, қаймағымызды саламыз. Жұмыртқаның сарысы, қант, тұз барлығын араластырып, сары майды, ашытқымызды саламыз. Сүтіміз бен суымыз жылы болу қажет. Екіге бөліп ұнымызды саламыз. Бір бөлігін араластырғаннан кейін екінші бөлік ұнымызды салып араластырамыз. Енді қолымызбен қамырымызды илейміз. Қамырымыздың үстіне зәйтүн майын құйып, тағы да 5-6 минут иіқанғанша қамырымызды жақсылап илейміз. Иіқанған қамыр қолға жабыспайды. Бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қоямыз. Мен алдын ала қызыл ірімшікті күштен өткізіп дайындап қойдым. Қамырымыз көтерілді. Үлпілдек, жұп-жұмсақ. Енді біз бауырсақ жасауымызға болады. Қамырымыздан ұн сеуіп, қамырымызды ыдысымыздан түсіріп аламыз. Шет-шетін жинап, қамырымыздың бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бірнеше бөліктерге бөлінген қамырымызды шар тәріздес пішінге келтіріп қоямыз. Осылай қамырларымыздың барлығын жасап шықтық. Енді қамырымыздың шет-шетін созып, ортасына ірімшікті салмамыз салып, дөңгелек шар етіп, бауырсақтарымызды жасаймыз. Осы бауырсақты бұрынғы кезде біздің апа-әжелеріміз дайындаған, біздің ұлттық нанымыз деуге де болады. Осылай бауырсақтарымыздың барлығын жасап шықтық. Бауырсақтарымызды қызып тұрған майға қуырамыз. Отымызды қатты ыстық қылмаймыз. Отымыздың астын кішкене баяулатамыз. Осылай екі шетін қызартып, қуырып аламыз. Піскен бауырсақтарымызды қағаз төселген ыдысқа салып, майынан сорғытып аламыз. Бауырсақтарымызды қаймақпен берсеңіздер болады. Бауырсақтар өте жұп-жұмсақ, үлпілдек, пішіні дөңгелек, өте тартымды, сүйкімді. Осындай дәмді біздің ұлттық нандарымызды сіздер де жасаңыздар. Менің рецептім ұнаса, менің арнама жазылып, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.